Миында блоктары өте көп. Зона комфортадан шыға алмайтын әйелді басқару өте оңай, өйткені ол үнемі біреудің подтверждениесін күтеді. Өз шешіміне сенбейді, ішкі даусынан гөрі айналаның пікіріне көбірек құлақ асады. Қателесіп қалсам ше деген қорқынышпен өмір сүреді. Сондықтан оған не істеу керегін өзгелер айтады, оның орнына шешімді өзгелер қабылдайды. Ол өз шекарасын қорғай алмайды. Ұнамайтын нәрсеге де жарайды деп келіседі. Ең қауіптісі ол бұның барлығын махаббат, қамқорлық деп ойлауы мүмкін. Ал шын мәнінде бұл ішкі қорқыныштар мен шектеуші сенімдердің нәтижесі. Өзін танымаған әйелді басқару өте оңай, ал өзін таныған, өз құндылығын білетін, ішкі тірегі мықты әйелді ешкім пайдалана алмайды. Егер сен үнемі біреудің көңіліне қарап, өз қалауыңды кейінге ысырып жүрсең, миыңдағы саған кедергі келтіріп тұрған шектеулі программаларды өзгерту арқылы қалпына келтіруге болады. Өзіңді тереңірек танып, бұл қайдан шыққан анықтағың келсе, разборға жазыл. Кейде бүкіл өміріңді өзгерту үшін өзің туралы шындықты көру жеткілікті. Ол үшін комментарияға разбор сөзін жазыңыз және тіркеліп кетіңіз.